Ерденнің ауылы қалың қамыс өскен терең сайдың бойында шашырай орналасқан. Бас аяғы 20-дан аспайтын үй. Ауылдың шетінде шағын 2 бөлмелі үйде жалғыз қарт тұратын еді. Шақыруға барғанда балалардың қорқа соғып баратын үйі де осы. Ауылдағы қайсы бір үйде той садақа болса да балалар шақыруға кететін. О заманда қазіргідей телефон байланысы мүлдем жоқ. Бір күні осы үйге Ерденнің де жолы түсті. Көз мезгілі еді. Күннің қара суығы бар. Ал қызыл шапағы көкжиекке шашырай шыққан күн арқан бойы көтерілген мезгілде Ерденді көрші үйдің адамдары шақырып алды да, бүгін біздің үйде садақа бар, түске дайын болады. Соған осы ауылдың адамдарын шақырып бер деді. Бұған сылтау айтып жалтаруға болмайды. Айтты, болды, баруың керек. Бұл ауыл балаларының үйренген әдеті. Ерден көп ұзамай қолына таяғын алып жолға шықты. Әуелі ауылдың шетінен бастайын деген оймен жалғыз қарт тұратын үйге беттеп келеді. Ауылдың көпшілік үйінде иті бар. Өзі иттен өлердей қорқатындардың біреуі. Иттің дауысы шықса болды, жан-жағына алақтап, зәре-құты қалмай барады. Ол ұлы жолдың бойындағы бұл үйдің де иті бар екенін бұрынғыдан білетін. Сол үшін жолға шығарда қолына ұзын таяқ алған. Қалың қамыс өскен терең сайдың жағасына емініп тұрған бұл үйдің қорасының бір жағы ашық, қалған жақтары шөп-шаламмен қоршалған қора. Ерден жақындай бергенде қорадағы ат пысқырып, қабаған ит атып шықты да шабалаңдап, үйге кіргенше ізінен қалған жоқ. Ұзын таяғын сілтеген сайын ұшын тістелеп өршіге түседі. Итпен жағаласа жүгіріп, Ерденнің қолы есіктің тұтқасына әзер дегенде жетті-ау. Есікті тартып көріп еді, ішке қарай ашылады екен. Сосын жай ғана тақылдатып қаққанда, арғы жақтан қарттың «Әй, кімсің?» деген қатқылдау дауысы шықты. Ерден, көрші үйдің баласымын. Құрманның үйінде бүгін түсте садақа еді. Соған сізді шақыруға келдім деді. Бір кезде есік ашылып, түсі суық қарт «Кір» деп айтты да ізіне қарай бұрылып жүре берді. Ерден еріп, түпкі бөлмеге қарай жүргенде, бір қара суық қарып бара жатқандай әсерде болды. Сіздің есі де қолқасын қарып кетті. Кірген бөлменің ортасына қарай соғынған ошақтағы шәйнектің түбін қызыл жалын жалап жатыр екен. Қарт шағын дастарханда иегімен нұсқап, «Нан ауыз ти» деген ишара білдіргені сол-ақ еді. Ерден наннан ауыз тиді де кетуге ыңғайлана берді. Оның сол азғана уақыттың ішінде көзі үйдің толық ішін шолып шықты. Төрде ескірген сандықтың үстіне тозығы жеткен көне төс, көрпе төсектің қасынан қара мысық түсті де шалдың қасына келді. Қабырғада ат абзелдері мен ілулі тұрған мылтыққа көзім түсіп кетті. Сығырайған терезе көзіне тозаңытқан күн сәулесі түсіп тұр. Ошақтағы иісі бұрқыраған қидың қып-қызыл шоғына көзін тіккен әлгі қарт үнсіз ойға шомып шай ішіп отырды. Ерденмен шаруасы болған жоқ, өзімен өзі. Қабағы түсіп, жүзінің нұры әлдеқашан қашқан. Түсі сұп-суық. Бетіндегі айғыз-айғыз ажым өткен өмірінің айқыш-ұйқыш жолдарынан сыр шертіп, хабар беріп тұрғандай. Қасына келген қара мысық біресе қартқа, біресе ошақтағы отқа көзін ашып-жұмып қарап мүлгиді. Бұл екеуі әлдеқашан бір-біріне бауыр басып, үнсіз ұғысқан жандар сияқты. Ерден бала болса азғана уақыт ойланған сәтте осының бәрін көзбен көріп, ой елегінен өткізіп үлгерген. Осы көрініс сезімін оқыс оятқан ол, өзін бір түрлі сезініп, артына қайырылып қарамастан адымын тез-тез басып жолына түсті. Суық үй, сүреңсіз өмір, солғын тартқан жанарлар, ұзаққа созылған үнсіздік, тылсым тыныштық. Осы бір көңілді құлазытқан көрініс көпке дейін Ерденнің көз алдынан кетпеді. Есіне түсіп кетсе, бойын қолайсыз сезім билеп, бей-жай күй кешетін болды. Әлі де оңы мен солын толық танып үлгермеген Ерденге бұл жағдай өте ерекше әсер етті. Терең ойға жетелей берді. Сол сәттегі ойлардың орамына ауылдың үлкендері жағынан айтқан мына бір-екі әңгіме есіне түсіп кетті. Бірде қызу әңгімеге кірісіп, ақсақалдар әлгі жалғыз тұратын қарт жайында, мына пәленшенің де кезінде дәуірлеп тұрған шақтарын көрдік қой. Жас кезінде атқамінердің бірі болды. Ақ дегені ақ, қара дегені қара болып, түф дегенде түкірігі жерге түспеген, мейірімі жоқ, өте қатал адам болды. Бір үйге қонаққа келсе, атынан түспей, атының басын біреу ұстап, қашаң түсіріп алғанша шіреніп тұратын. Осы адам маған мынадай жақсылық жасады деген бір кісінің ризашылық сөзін естіген емеспіз. Міне, өмірінің ақыры қартайған шағында сағы сынып, Құдай қорғағандай кемпірі де о дүниелік болып, бала шағасы Жапанда жалғыз қалып отыр. Ағайы туысы жоқ па деді біреуі. Ой, сен де қызықсың. Ол кезде өз буына өзі пісіп жүргенде ағайын туысты ойлады ма?
Арасы суып кеткен соң ағайыны не қылсын деді мән-жайын ақыл білетін кісі. Міне, өмірде қарғыс алмай алғыс ал, жақсылық жаса, қайырымды бол дегеннің мәнісі осы. Бірақ біздер пендеміз, оны біліп жатқан жоқпыз ғой дескен еді. Ол әлгі үйден ұзап кетсе де, үйдің суық лебі арқасын қарығандай әсерден көпке дейін арыла алмады. Жүріп бара жатқанда қарттың үйіне барған балалардың қорқатын себебі үйдің әлгіндей суық көрінісі ме екен деген ойда болды. Қалай десек те, осы суық үйге бару балалар үшін өте қорқынышты болды. Авторы Өрбісын Сейгенов.